Шымкент қаласының мемлекеттік қызметшісі республикалық байқауға қатысып, онда да ең үздік атанды. Қатарынан 3-ші жыл өткізіліп жатқан жылдың үздік мемлекеттік қызметкері байқауы биыл онлайн форматта өткен. 3-ші мегаполистен оған жергілікті конкурста іріктелген 3 мемлекеттік қызметші қатысқан. Агенттік мінекей жыл сайын конкурс өткізеді. Сол конкурсқа адамдар қатысады, қызметшілер қатысады. Олар өздерінің өнерін көрсетеді, сәйкес бағалауға жолдайтын ролигін жасайды. Бір проблематика бойынша да олардың несі өтілі бір жыл болса да бола береді. Бірақ демек олар белсенді, сауатты, кәсібилігін өздері жеткізу керек. Астанада комиссияға. Сөйте тұрып, бұл жылы республика бойынша бүкіл республика бойынша 10 қызметшіні белгіленген екен. Соның ішінде біздің қуанышқа орай қаламыздағы қызметші жібек деген біздің сотруднигіміз болған. Қазір ұлттық бюрода сол жерде жұмыс істейді. Жүйріктердің арасынан суырылып шығып, елдің үздік мемлекеттік қызметшісі деген абыройлы атақты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің бас маманы Ақжібек Қапалбаев алды. Оның мемлекеттік қызметте 6 жылға жуық уақыт өтілі бар. Ол конкурстың өзіндік қиындықтары болғанын жасырмайды. Әсіресе бюджетті оңтайландыру бойынша өз ұсынысын енгізуге тапсырма берілген екінші кезең ауыр болғанын айтады. Осы конкурсқа 1-ші жыл қатысып отырмын. Өзімнің негізі мемлекеттік қызметтегі өтілім 6 жылға жуық. Неге мен үздік мемлекеттік қызметші болуға лайықпын деген алғашында эссе жаздық. Бірінші эссе жаздық, содан соң барып осы екіншісі бейне материал болды. Ол жерде кейстік тапсырма берілді. Сол кейстік тапсырмада шешу жолдарын айтуға жет болдық. Ол яғни бір күн берді оған. Таңертең барлығымызға осы 30-ші мамыр күні барлығымызға сағат 10-да бірдей тапсырма келіп түсті. Сол тапсырманы кешкі сағат 23:59-ға дейін біз жауабын жазып жіберу керек болатынбыз. Кәсіби мереке аталып өткен күні департамент басшысының қолынан Ақжібектен бөлек тағы 2 мемлекеттік қызметші төсбелгі алды. Олар ведомстволық марапатқа ие болды. Айта кетерлігі, бұл марапаттан соң олардың еңбек ақылары да көтеріледі екен. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.